Алма, білімге ұмтылудың, мақсатқа жетудегі бірлік пен тұтастықтың символы. Қазақстан алманың тарихи отаны. Еліміздің бұл идеяға берік болуы кездейсоқ емес. Тәуелсіздіктің алғашқы күндерінен ақ тұрақты даму мәселелеріне ерекше мән беруде. 2012 жылы ел президенті Қазақстан 2050 стратегиясы атты жолдауында тұрақты даму қағидаларына көшу керектігін атап өтті. Ал бүгінде Қазақстан тұрақты даму мақсаттарының қағидаларын ұлттық индикаторлар арқылы мемлекеттік жоспарлау жүйесіне енгізуде. Бірінші ерікті ұлттық шолу 2019 жылы ұсынылған болатын. 3 жылда не өзгерді? Тұрақты даму мақсаттарын іске асыру жалғасуда және оның қағидаларын бюджет процесіне енгізу сұрақтары пысықталуда. Қазақстан ешкімді артта қалдырмау қағидасын берік ұстанады. Біз үшін халықтың пікіріне сай басым бағыттарды таңдау маңызды болды. Сондықтан шолуда Біріккен ұлттар ұйымы ұсынған 5 мақсатпен қатар, ел үшін басымдыққа ие тағы 4 мақсат бойынша терең талдау беріліп отыр. Біз мұқтаждарға көмектесеміз. Көп балалы және аз қамтылған отбасыларға кепілдендірілген әлеуметтік пакет беріледі. Ең төменгі күнкөріс мөлшері 27%-ке артты. Балалар мен әлсіздерге қамқорлық көрсетудеміз. Қазақстан COVID-19-ға қарсы вакцина жасап шығарған санаулы елдің бірі. Сапалы білімді дамытудамыз. Ерекше жетістігіміз инклюзивті білім беру мәселелері туралы заңның қабылдануы. Тең құқықтар мен мүмкіндіктер қоғамын дамытудамыз. Әйелдер еңбегі шектелетін жұмыстар тізімі жойылды. Елдің барлық өңірінде әйелдердің кәсіпкерлігін қолдау орталықтары ашылды. Жұмыс табуға және еңбек қауіпсіздігін сақтауға көмектесеміз. Жаңа Қазақстан, жаңару мен жаңғыру жолы атты жалпыұлттық шаралар жоспары орындалуда. Табиғатты аялаймыз. Адамзат тарихындағы ең ірі экологиялық апаттардың бірі Арал теңізінің тартылуы. Аралды құтқару үшін ресурс үнемдеуші су технологияларына көшу, балық түрлерінің популяциясын сақтау, тауарлы балық шаруашылығын дамыту, табиғатты қорғау шараларын күшейту қадамдары жасалуда. Экожүйе мен биоалуандықтың сақталуына көңіл бөлеміз. Ұлытау табиғи паркі елдегі 14-ші ұлттық парк болып құрылды. Бірлесіп жұмыс жасаймыз. Ұлттық және халықаралық ынтымақтастық аясында Орталық Азия елдері үшін тұрақты даму мақсаттары бойынша білім алмасудың өңірлік платформасы іске қосылды. Бұл шолу тұрақты даму мақсаттарын іске асыру бойынша бүгінгі жетістіктерді ғана емес, Қазақстанның алдағы уақытта атқаратын міндеттерін де көрсетеді. Жетістіктерімізді сақтап, өрлеу мен жасампаздық жолында болашаққа батыл қадам басамыз.